Лабубу қауіпті. Мәселе пластик немесе басқа бір материалда емес, бүкіл зиян осы жерде. Қазіргі таңда әлемде түрлі ойыншықтар мен коллекциялық заттарға деген сұраныс күннен күнге артып келеді. Соның ішінде соңғы жылдары ерекше танымалдылыққа ие болған Лабубу атты кішкентай, бірақ айрықша бейнелі ойыншық. Әуелде жай ғана сүйкімді кейіпкер ретінде танылған бұл ойыншық бүгінде көптеген адамның психологиясына, әсіресе балалар мен жастардың санасына әсер етуде. Bir қарағанда бейкүнә көрінген Лабубу шын мәнінде азарт, яғни құмар және лудоманияға апаратын қауіпті жолдардың бастауы болуы мүмкін. Лабубу ойыншығының ең басты ерекшелігі оның шектеулі санымен шығуы және әртүрлі сирек кездесетін нұсқаларының болуы. Осы ерекшеліктер адамдарды жаңа нұсқаларын жинауға, басқалардан ерекше болуға ұмтылдырады. Бұл ұмтылыс уақыт өте келе азартқа айналып, адамның ақыл санасын жаулап алады. Тағы біреуін ашсам, сирек түрі түсіп қалар деген үмітпен жаңадан қорап сатып алу кәдімгі лотерея ойнау сияқты әрекет. Бұл құбылыс әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін өте қауіпті. Олар Лабубу ойыншығын сатып алу ойын немесе хобби деп ойлайды. Алайда бұл әдет бірте-бірте лудоманияға, яғни құмар ойындарға деген тәуелділікке әкелуі мүмкін. Өйткені Лабубу қорапшалары кездейсоқ түрде ашылады. Ішіндегі кейіпкер қандай болатыны белгісіз. Бұл психологиялық тұрғыдан құмар ойындардағы тағдырды сынау механизммен бірдей. Бұл лудоманияға, яғни құмар ойынға деген тәуелділікке әбден кіріп кеткен адамның каспиі. Қаншама ақша босқа кетіп жатыр. Осындай ставкаға тәуелді адамдар көп жағдайда ашық түрде құмар ойыннан бастамаған. Аз ғана азарт бар нәрсе уақыт өте ставка мен онлайн казиноға айналып кетті. Лабубудағы қорапшадағы белгісіздік аз болса да құмарға тәуелділікті тудырады. Жамандыққа апару мүмкін болған нәрседен сақ болайық. Қорытындылай келе, Лабубу жай ғана ойыншық емес. Ол қазіргі қоғамның азарт пен тұтынушылық мәдениетінің көрінісі. Бұл құбылыстың артында үлкен психологиялық әсер бар. Әсіресе жасөспірімдер үшін қауіпті. Сондықтан ата-аналар мен қоғам бұл мәселеге бейжай қарамай, балаларға сыни ойлауға, сабырлық пен шынайы құндылықтарды бағалауға тәрбиелеу тиіс. Лабубу тек қуыршақ емес, ол қазіргі заманның азарт ойыншықтары. Көбіңіз осындай нейрожүйелік өтірік суреттерді көрген шығарсыз. Осы бейнелерді кім және не үшін жасап жүргенін біз анықтадық. Бұл жайлы толық видео көру үшін осы жерге басыңыз. Бассаңызшы, күтіп отырмыз ғой. Иә, басыңыз. Мен мына жерге басып. Не. Тіркеліңіз.